Біздің Рухорда мұражайында актер Еркебұлан Жайсан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қуаныштымын. Ассалаумағалейкум. Бүгін Рухорда мұражайына келдім. Маған мына жерде барлығы қызық. Маған ең бірінші мынау не қызық болып тұр? Мылтығыңыз. Бұл мен атам өте көп мылтықтары болды. Сол жиендер бәріне кетіп қалған ғой. Енді қазақта жиеннің қолын қақпа дейді. Жиеннің назарына қалма дейді ғой. Сон жиендердің қалып қойған ғой осы. Мына қайрақтас, қылыш, найза кезінде жебе, садақ қайраған ғой. Тәуке ханның дәуірінен келе жатыр. Мамыр хан деген батыр ұстаған екен. Кейін Мөңке бидің қолына түскен. Бірақ Мөңке би бұны ұстаған кезде соғыс болмасын, қан төгілмесін, дау-дамай сөзбен шешілсін деп Мөңке би сондай мақсатта ұстаған екен. Көтеріп көріңіз, қанша кило деп ойлайсыз? 8 ба? 8 кило бар тұрсыз. Алтын жалатылған. Алтынның суы. Мынау алтынның жібі. Дінмұхамед Қонаевтың және Алматы қаласының тарихы. Вадим Гапаров деген ағамыз сол кісі жасатқызған. 50 дана жасаған. Меккеге барған алғашқы көк туымыз енді Ақжол Мейірбеков ағамыз өзі өткізген болатын мұражайымызға. Сақ бабаларымыздың бұрынғы кейінгі қазақ хан сұлтандарының тиындары. Дінмұхамед Қонаев атамыздың түймесі. Запонка дейді ғой. Ол сол кезде де болды ма Рухашқа мен? Сол кезде болған болып тұр ғой. Мұнда Қазақстаннан шыққан, бізде енді күміс сақина білезік тағып жатады ғой енді. Міне таза күміс осындай болады, 99. Қаныш Сәтбаев атамыздың қызмет орындағы орындығы. Отыру бола ма? Әлбетте болады. Қалада кейде арнайы жеңгелеріміз, келіндеріміз келеді аяқ ауыр кезде. Осы ырымдап Қаныш атамыз секілді ұрпақ дүниеге келсін деп. Біздің мұражайдың ерекшелігі ұстап көруге, отырып көруге рұқсат. Жекеменшік болғаннан кейін. Мұнда Бауыржан Момышұлы атамыздың тоны. Күшті екен. Жақсы сақталған. Бұл біздей болып тұр ғой, Бауыржан Момышұлы, денесі, бітімі, бойы. Мен өзім Бақытжан ағамен талай дастархандас отырдым. Сәл ірілеу, бірақ біздей бойы. Көне ауыздықты ұстап айтып жатыр да. Біздің ата-бабаларымыз осы ауыздықпен әлемді жаулаған деп. Сол не айтқысы келіп тұрсам, атқа бірінші болып мінген қазақ елі деп айтқысы келіп тұрген ғой. Осы ауыздықпен ақ әлемді жауладық қой деп. Мұны 100 жылдан асқан Алтай өңірінен келген бұғының терісінен жасалған. Бөлек. Мына сондағысы біздің шеберлер, ұсталардың айтам, қалай ойландырып келтірген. Құйысқан ғой енді. Бірақ сонда да гүлдендіріп, бір терінің өзінен бірнеше ою, өрнек жасай білген. Шеберлік қой енді. Бұл енді сол кездегі түрі басқаша болады ғой, негізі қазір енді бұл ескі қанша уақыт өтті. Ол кезде вообще әдемі. Сонда ол жылдары жалтырап тұрса керек. Сіздің интернеттегі әлеуметтік жұмыстарыңызды көрдім, қуанып қалдым. Асыңыз алшысынан түссін деп осы кішкентай сыйлықты сізге. Рахмет. Біздің мұражайымыздан естелік болып қалсын. Мына сізден осы Рухордасы деп. Мұражайдан бір естелік. Мырзахмет ағадан деймін ғой, рахмет үлкен. Үлкен рахмет барлықтарыңа. Жақсы.